Армысыздар қазақ елі, аса қатыгездікпен өлтірілген Шерзат Болаттың ісіне байланысты қылмыстық сот бүгін Талдықорған қаласында өз жалғасын табуда. Жалпы бұл қоғамның арасында үлкен резонанс тудырған, бүкіл елдің, халықтың жанын ауыртып жүрегін қан жылатқан жағдай екендігі анық, және бүкіл жұрт, бүкіл дүйім ел дәл осы сотта әділеттілікті талап етіп, өздерінің жан айқайын жеткізген болатын. Әлеуметтік желі арқылы болсын, басқашалай болсын. Енді бұл бүкіл қоғамның назарындағы іс екендігі анық. Қазіргі таңда бұл іс бойынша осы жоғарғы сотта прямой тікелей трансляция жүргізіліп жатыр. Дегенмен журналистерге сот залына кіруге мүмкіндік берген жоқ. Оларға осы тікелей эфирді бақылауға және ақпарат таратуға болатындығын жеткізді. Шығын айту керек, өздеріңізде осы сот отырысын бақылап отырған болсаңыздар, Шерзат Болаттың әкесі Қаржаубай мырза осы сотта әділеттілік болатындығына сенбейтіндігін айтқан болатын. Себебі дәл осы сот бойынша күдіктілердің арасынан тек 2 адамға ғана өте ауыр айып тағылып тұр. Біреуі қасақана адам өлтіру болса, екіншісі қасақана адам өлтіруге ұмтылу әрекет жасау 99-шы бап бойынша үстінен қылмыстық іс қозғалып тұр. Ал қалғандарының үстінен бұзақылық жасады деген ғана айып тағылып тұр. Міне осыған байланысты өзінің наразылығында білдірген болатын. Бұзақылық бойынша аса ауырға жатпайды, бірақ ауыр бұзақылыққа жатады, және бұлардың арасында біреуі кәмелеттік жасқа толмаған азамат бар. Ол күдіктіге Қаржаубайдың өзі кешірім беріп отыр, себебі оған тағылған айып сол болған оқиғаны құзырлы органдарға хабарламағандығы үшін айып тағылған болатын. Бұл іске байланысты қоғамның арасында да өте сұрақтары өте көп. Себебі өздеріңіз білесіздер, Шерзат Болаттың өлімінен кейін арада көп уақыт өтпей-ақ олардың үйін өртеп кеткен болатын, өртеп жіберген болатын. Бас прокуратураның өзі, құзырлы органдардың өзі хабарлама жасап, оны сырттан келген адам өртеген айтқан болатын. Бұған байланысты қылмыстық іс қандай деңгейде екендігі белгісіз. Ол туралы хабарлама жоқ ешқандай. Және одан кейін осы Қаржаубай мырзаның інісін қайтыс болғандығын білесіздер, өз-өзіне асып өлтірді, бірақ қоғамның арасында бұл да екі ой салды десек те болады. Бұл көпшілігі сенді, көпшілігі сенбеді. Ал бұл қандай деңгейде қылмыстық іс қозғалды ма? Міне осы сұрақтарға көп адам жауап іздеуде қазіргі таңда. Бұл істе әділдік бола ма, болмай ма, ол жағын дөп басып ешкім айта алмайды. Дегенмен барлығымызда дәл осы істе әділеттіліктің болғандығын, нағыз қылмыскерлердің жауапкершіліктен қашпай бәрінің 9 адамның да жазалануы дұрыс деп есептейміз, өте ауыр айыптармен. Өйткені ата-анасының көзінше қалай ұрып соққандығын, мылтықпен қалай ұрғандығын барлығымызда көрдік. Әлеуметтік желі арқылы өте кеңінен тарады ол видеолардың барлығы. Және іс бойынша барлық нәрсе ашық түрде болу керек. Енді тікелей эфирден бәріміз қарап отырмыз, бақылап отырмыз. Үйін өртегендер де бар. Енді інісінің өліміне қатысы барлар болса, міне нақты айта алмаймыз біз. Өйткені бұған байланысты ешқандай ақпарат жоқ. Сондықтан осының барлығына жауаптылар жазадан құтылып кетпесін дейміз. Әділеттілік болсын деп біз талап етуіміз керек.